несиені төлей алмай қалсаң не істейсің? Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан осы тақырыпты талқылайық. Егер сіз несие бойынша просрочкаға шықсаңыз, яғни төлей алмай қалсаңыз, не істейсіз? Қандай зардаптар болуы мүмкін? Біріншіден есімізге сақтап алайық. Біз банкпен келісімге отырдық. Келісім бойынша міндеттеме орындалуы керек. Бұл жерде әшейін адамнан қарыз алып, кейін қайтарып берем, кейін қайтарсам бола ма, ауырып қалдым, жұмыстан шығып қалдым деген сияқты сылтаулар жүрмейді. Яғни біз заң аясында шешуіміз керек. Бұндай жағдайда не істеуіміз керек? Бірінші кезекте сіз, яғни мынаны ұғуыңыз керек. Бұл жерде егер просрочкаға шықсаңыз, 90 күнге дейін пайыз қосыла алады. 90 күннен кейін сот банк арызға бере алады. Арыз бере алады сотқа, иә. Арыз беріп, сіздің счеттарыңыз арестке қоя алады. Одан сот шешімі шыққаннан кейін шетелге шығуға тыйым, жүргізу куәлігіңізге тыйым сала алады. Яғни содан кейін бүткіл мүліктеріңізге тыйым салынады. Ондай болмас үшін не істеу керек? Сол туралы қазір талқылаймыз. Бірінші кезекте сіз егер просрочкаға шықсаңыз, онда не үшін просрочкаға шықтыңыз? Сол туралы арыз жазуыңыз керек. Мысалға, денсаулығыңыз болмады. Больницаға қаралдыңыз, справканы аласыз. Справканы аласыз, арыз жазасыз банкке. Менің денсаулығым жоқ, қазіргі таңда мен төлей алмаймын, каникул беріңіз деп. Каникул беріледі сіздерге. Егер жұмыстан айырылып қалсаңыз, жұмыстан айырылып қалды деген, жұмыстан шығарды деген бұйрықты аласыз да, көшірмесін тіркейсіз, арыз жазасыз. Жұмыстан шығарып қалғандықтан 3 айға дейін каникул бере алады банк. Егер тума туысқандарыңыз қайтыс болса, қайтыс болған туралы куәлікті аласыз, тіркейсіз, арыз жазасыз банкке. Сол арызға байланысты, тума туысқаныңыз қайтыс болғанына байланысты тағы да 1-2 ай каникул беруі мүмкін, мысалға банк. Сондықтан, егер сізде бір жағдай болса, форс-мажор жағдай болатын болса, міндетті түрде банкке арыз жазып, және сол жағдай болғаны растайтын құжат тіркеу керек. Сонда ғана банк сіздің қарызыңызды каникул береді, немесе кейінге қалдырады. Бұл бірінші жағдай. Егер сіз төлей алмасаңыз және төлей алмайтыныңыз көзіңіз жетсе, банкке рефинансирование арыз жазсаңыз болады. Яғни сіздің жылдарыңыз азаяды, проценттеріңіз көбейеді, бірақ ай сайынғы төлеміңіз азаяды. Бұл екінші нұсқасы проблеманы шешудің. Мысалға, сіздің просрочкаға шыққаныңыз анық, 90 күн өтіп кетті. Онда не істейсіз? 90 күн өтіп кетсе, одан кейін пайыздарыңыз өсіп кетсе, онда арыз жазуыңызға болады. Осы 90 күндік пайыздарды мен төлеймін, бірақ одан кейінгі пайыздарды алып тастап, сол 90 күннің ішіндегі пайыздармен, пенясымен, неустойкасымен қайтадан график қойып беруіңізді талап етсеңіз болады. Банк бұндай жағдайларда адамға қарай, халыққа қарай көмектеседі, яғни график қайтадан қойып береді. Бірақ бастапқы жарна 10%, 20%, яғни төлеттіреді. Сондықтан, егер сіз просрочкаға шықсаңыз, қорықпаңыз, қайта сол не үшін шыққаныңызды просрочкаға негіздеп, банкке арыз жазып, проблемаңызды о бастан жөндеп алғаныңыз дұрыс болады. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Осы видео пайдалы болса, астына лайк, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Біз зайырлы мемлекет болғандықтан, жаман комментарий болсын, жақсы комментарий болсын, бәрін қабылдаймын. Егер сіздің конструктивный комментарийларыңыз болса, менің айтқан сөзіме байланысты осы информацияңызды жетпеуі туралы бүткіл комментарий қабылдап, мен өзімді өзгертуге тырысамын. Сондықтан жаман жақсы комментарий астында